Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиет сабағы. Бүгінгі сабақтың жаңа тақырыбы Ыбырай Алтынсарин. Балалар, сабағымыздың мақсаты эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Ендеше, жаңа сабағымыздың әдеби терминімен таныс болайық. Бүгінгі термин әңгіме деп аталады. Әңгіме деген не? Эпос жанрының шағын түрі. Әңгіменің жанрлық ерекшеліктері, оқиғаны баяндау тәсілі, композициялық сюжеттік құрылысы, көркемдік жүйесі арқылы айқындалады. Әңгіменің көлемі ықшам, кейіпкерлер саны аз, сюжет ұйытқысын құрайтын оқиғаның бастауы, шарықтау шегі мен шешімі болады. Ендеше балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыздың, яғни Ыбырай Алтынсариннің шығармаларының көбі қысқа әңгіме түрінде берілген. Жазушы ретінде қазақ әдебиетінде әңгіме жанрының қалыптасуына ықпал еткен ол Ыбырай Алтынсарин болып табылады екен. Ыбырай Алтынсарин. Қазақ халқының талантты ұлдарының бірі Ыбырай Алтынсарин. Аса көрнекті тұлға, ғалым, ақын әрі жазушы, жаңашыл педагог болған адам. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Ыбырайдың әкесі ерте қайтыс болғандықтан, ол атасының белгілі Бейбал қожаның қолында тәрбиеленеді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. 1850 жылы Орынбор шекара комиссиясының қазақ балаларына арналған мектебінде оқуға түседі. Мектепті бітірген соң 1857 жылы Орынбор шекара комиссиясына әскери старшина қызметіндегі атасы Балқожа бидің хатшысы болады. Кейін Орынбор облыстық басқармасының тілмаштық қызмет атқарады. Осылайша қазақ әдебиетінің атасы атанып, ұлы педагог жазушы болады. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Торғай жерінде дүниеге келіп, ата-анасынан жастай қалған. Одан кейін атасы Балқожа бидің тәрбиесінде болады. Торғайда, Қостанайда мектеп, училище, лицей, интернет ашқан. Өмірлік мақсаты ұстаздық қылу, мектеп ашу, балаларды оқыту болған. Яғни балалар, Ыбырай Алтынсарин қазақ жеріндегі, қазақ өлкесіндегі ең алғашқы қазақ мектептерін ашуға үлесін қосқан негізгі ұлы педагог болып саналады екен. Балалар, Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығымен таныс болайық. Өзен, өнер білім бар жұрттар, кел балалар оқылық, және де Қыпшақ Сейітқұл, таза бұлақ, әке мен бала деген әңгімелері бар. Ендеше, ендігі сабақта біз сендермен Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл әңгімесін оқып, талдау жұмыстарын жасайтын боламыз. Сол үшін үй жұмысына Қыпшақ Сейітқұл әңгімесін оқып, мазмұнын дәптерге жазамыз.